Күндізгі стационар бөлімшесі, Қазақстан Республикасы Президентінің іс басқармасы, медициналық орталығының ауруханасы емханасының құрылымдық бөлімшесі. Күндізгі стационар бөлімшесі ел блогында, емдік диагностикалық корпустың 2-ші қабатында орналасқан. Бөлімше жұмыс күндері сағат 8:00-ден 20:00-ге дейін, сенбі күні 8:00-ден 14:00-ге дейін жұмыс істейді. Бөлімше қызметтері. Күндізгі стационар бөлімшесі тәулік бойы бақылауды қажет етпейтін емдеу, профилактикалық және оңалту іс-шараларын жүргізуге. Сондай-ақ тәуліктік стационардан шығарылған және қалпына келтіру емін қажет ететін пациенттерге арналған. Бөлімшеде әртүрлі терапиялық патологиясы бар пациенттерде, бейінді мамандардың жолдамасы бойынша келген пациенттерде емделеді. Қызмет көрсету бірнеше қаржыландыру көздері бойынша, оның ішінде ақылы негізде. Сондай-ақ міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру және республикалық бюджет шеңберінде жүзеге асырылады. Пациенттің бөлімшеде ем алуы 5 күннен 8 күнге дейін созылады.